Сәлем достар, бүгін сіздермен менің сүйікті тәттілерімнің бірі Пари Бред жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен заварное тесто жасаймыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, сүт, тұз, су және де кішкене шекер керек. Ыдысқа су, сүт, шекер, тұз және сары майды қосып, плитаға қойып қайнатып аламыз. Қайнаған соң үстіне ұнды салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Жақсылап 3-4 минут араластырамыз. Астында бір слой қамыр қалу керек. Сонда біздің қамырымыз дайын болады. Плитадан алып, басқа ыдысқа саламыз. Енді қамырымызды араластырып суытамыз. Қамырымыз суыған соң, миксердің көмегімен бір-бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді кондитерлік қапқа салып аламыз. Бізге эклерге арналған арнайы насадка керек. Видеода көрсетілгендей дөңгелек етіп формаға қойып шығамыз. Бетіне миндальные слайсы сеуіп шығамыз. Сосын қызып тұрған духовкаға 180 градуста пісіреміз. Қамырымыз көтерілгенде духовканың градусын 140 градусқа түсіреміз. Сонымен біздің дөңгелектеріміз пісіп шықты. Дұрыс піскен пирожныйлар пергамент қағазынан оңай алыну керек және жеңіл болу керек. Енді пирожныйларымызды суытамыз. Пирожныйларымыз суығанша кремін жасаймыз. Бізге маскарпоне, сахарная пудра және 33%-дан жоғары сливки керек. Алдымен маскарпонеге шекерді қосып араластырамыз. Сосын барып сливкиді қосып, жақсы крем болғанша миксерлейміз. Кремді кондитерлік қапқа салып аламыз. Енді пирожныйымыздың ортасынан бөліп шығып, видеода көрсетілгендей арасына крем жағып, үстін жауып қоямыз.
бетіне сахарная пудра себеміз. Міне біздің пирожныйларымыз дайын, дәмі өте керемет, нәзік, ауыз. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.